сан ғасырдың санатты биіктерінен ешқашанда түсіп көрмеген, қасиетті де киелі мекен ұлы Тараз жерінің қадірлі азаматтары, менің құрметті жерлестерім. Кешегі өткен бабаларымыз ақ батасын бірерде алақанын жайып, жаратқан айтпай келген ажалдан сақта, білдірмей келген бәледен сақта дейді екен. Міне бүгін біздің басымызға, біздің ғана емес, бүткіл әлемнің басына осындай білдірмей келген қатер төніп тұр. Мына бірнеше айдан бері бүткіл әлем күресіп жатқан коронавирус дерті әлі де бетінен қайтар емес. Бірақ осыған байланысты біздің мемлекетімізде белгілі іс-шаралар қабылдап отыр. Соның бірі мына жарияланып отырған төтенше жағдайдағы карантин мәселесі. Біз қазір бәріміз үйдеміз. Ол азаматтық парызға айналды үйде отыру бұл күнде. Өйткені бұл ешбір елдің байлығына, кеңдігіне, барлығына, билігіне қарамайтын аса қатерлі жау болып тұр. Онда бұған қарсы қояр, бірақ қару бар екенін байқатты осы алдымызда өткен бірнеше ай. Ол елдің бірлігі, елдің тәртібі, елдің ішкі ұстанымы, бір-біріне деген көмегі, бір-біріне деген ілтипаты мен махаббаты деп айтар едім мен. Сондықтан да карантин кезінде басқа бесеуат жүрген жұртқа жаңағы коронавирус дертінің микробтарын жұқтырып алмау үшін үйде отыруымыз керек. Карантиннің талабы да осы. Ал енді бұған түсіністікпен қарау, бұл сенімнің үдесінен шыға білу біздің әрбіреуімізге байланысты. Біз еліміздің, ұрпағымыздың, өзіміздің амандығымызды тілесек, қазіргі мемлекет тарапынан жарияланып отырған осы тәртіпті, яғни карантин тәртібін қатаң сақтайық.